Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерменен 2023 жылдың хит салаларының, яғни мамандықтарының бірі десек те болады. P2P арбитраж арқылы қалай табыс табуға болады, соны қысқаша түсіндіріп өтетін боламын. Достар, ең алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Біздер ең алдыменен Play Market'тен Binance приложениесін тарттырып алатын боламыз. Binance приложениесін тарттырып алғаннан кейін ол жерге өздеріміздің телефон номерлерімізбенен немесе email почталарымызбенен тіркеліп регистрациядан өтеміз. Одан кейін тіркеліп болғаннан кейін верификациядан өтуіміз қажет. Верификациядан міндетті түрде өтуіміз қажет, болмаса біздер бұл жерде P2P арқылы ешқандай да сауда жасай алмаймыз. Верификациядан өткен кезде сіздерден төлқұжат немесе жеке куәліктеріңізді сұрайтын болады. Сосын сіздерді фотоға, видеоға түсіретін болады. Верификациядан өткендеріңізді растайды. Ол бір күнменен 3 күннің аралығында болуы мүмкін. Ол Binance приложениесінің өзіне байланысты. Одан да жылдам верификациядан өткеніңізді растауы мүмкін. Жоғары жақта мінекей адамның суреті тұр ғой. Сол жерге басып кірсеңіздер, мінекей мына жасылмен жазылып тұрған верифицирован деген сөз. Сіз верификациядан сәтті өттіңіз деген сөз. Сіздерде де осындай жасыл жанып тұруы қажет. Сол кезде ғана барып сіздер P2P арбитражбенен жұмыс жасай аласыздар. Енді P2P арбитражбенен біздер нені алып сатамыз дейтін адамдарға айтарым. Бұл жерде криптовалюталарды алып сатамыз. P2P арқылы біздер адамнан адамға ешқандай да комиссиясыз алып сататын боламыз. Криптовалюта дегеніміз, біреуіңіз білсеңіздер, біреулеріңіз білмейтін шығарсыздар. Бұл цифровой ақша, яғни көзге көрінбейді, ұсталынбайды, ауада тұрған ақшалар. Қазір осы соңғы уақытта өте жақсы дамып келе жатырған, көп елдер бұны мойындап келе жатыр. Тіпті біздің Қазақстанымыз да мойындады. Президентіміз Binance-тың директорыменен кездесіп, келісімге отырып жатыр. Бұл криптовалюталардың ең мықтыларының, ең жоғары деңгейдегі бірінші орында тұрғандары десек те болады. Биткоин, эфириум, BNB. Мен сіздерге тек қазір үшеуін ғана атап тұрмын. Бұл үшеуін көп деген адамдар білетін шығар, бірақ бұдан басқа мыңнан да көп криптовалюталар шығып жатыр. Бірақ біздерге ең сенімділері осы үшеуі. Ал енді біздер P2P арбитражбенен айналысу үшін негізінде жаңадан қосылған адамдарға бұл Binance приложениесіне тіркелгеніне 30 күн толуы қажет. Яғни P2P арбитражбенен сауда жасап толыққанды айналысып кету үшін сіздер Binance приложениесіне тіркелгендеріңізге 30 күн толуы қажет. Ал егерде одан бұрын мен тіркеліп қойғанмын, 1 ай болды, 2 ай болды, 3 ай болды, даже 1 жыл болды дейтін адамдар болса, онда олар айналысып кете береді толыққанды. Мінекей P2P арбитраж айналысу үшін мына P2P дегенге кіреміз, бөліміне 2 адамның суреті тұрған. Сол жерде криптовалюталарды алып сататын боламыз. Біздер бұл жерде USDT алып сататын боламыз. Мінекей, мына жерде купить деген бөлім тұр, сатып аламын. USDT, міне төменде сатамын. USDT дегеніміз бұл доллардың цифровой түрі. Енді қарасаңыздар, мінекей бірінші адам шығарып қойған. Мына кісі 454-те 0,9 тиынға 500 мың теңгеменен, міне 500 мың менен 7,5 миллион теңге аралығында сатамын дейді. Яғни ол 10 мың, 20 мыңнан емес, ол сразу 500 мың менен
бастаймын дейді да. Яғни сіздің қалтаңызда 500 мың теңге болса, осы адамнан сатып алуларыңызға болады. Төменде тұрған адамды дәл солай міне 500 мың менен 2 миллион теңге аралығында сатып аламын деп тұр. Сатамын деп тұр. Оның жағынан қарасаңыздар, банктердің аттарын жазып қойған. Центр кредит банк арқылы ғана қабылдаймын дейді. Екеуі де дәл солай. Басқа банктерден ақша қабылдамайды, яғни тек Центр кредит банк арқылы ғана қабылдаймын деп тұр. Енді мысалы сіздер сатып алатын болсаңыздар бұлардан, бірақ сіздерде тек қана 5 мың теңгеге сатып аламын. Ол 5 мың теңгеде тек Каспийде ғана бар дейтін болсаңыздар, мінекей мына жерде сумма деген жазылып тұр ғой жоғарыда. Сол жерге кіресіздер де 5 мың теңге деп жазасыздар. Подтвердить етесіздер. Сол кезде мінекей сіздерге ыңғайлы қылып 5 мың теңгеменен сауда жасайтын, 5 мың теңгеден бастап сауда жасайтын адамдардың тізімін бірінші қатарға шығарып береді. Мінекей қарап тұрсаңыздар, мына кісі 454-те 45 тиынға 5 мың теңгеменен 780 мың теңге аралығында сауда жасаймын деп тұр, Евразийский банк арқылы. Сіздерге бұл тиімді емес болса, төменде мінекей 454-те 67 тиынға 5 мың теңгеме 397 мың теңге аралығында Халық банктен қабылдаймын деп тұр. Одан төмен түссек 454-те 90 тиынға 5 мың теңгемен 58 мың 587 тиынға Халық банкте, Каспий банкінде қабылдаймын деп жазылып тұр. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, осындай банктеріңіз сәйкес келетін болса, ақшаларыңыз сәйкес келетін болса, осылай жайлап таңдап ала бересіздер. Бірақ қарап отырсаңыздар, мінекей төмен түскен сайын бұлар уже қымбаттап баратыр сіздің алатыңыз. Мысалы, мына жерде 454-те 45 тиын болса, уже 454-те 67, 90, 94, 96 уже қымбаттап кетіп бара жатыр бұлар. Бұлар өздерінің қойып отырған бағалары, талаптары сондай. Сататын болсаңыз дәл солай сату бөліміне кіресіздерді. Осылай мына жерде мен мысалы қаншаға сатам? 10 мыңға сатам. 10 мың теңгелік USD тиын бар. Соған сатамын десеңіз, 10 мың теңгеден бастап сататын 5 мың, 10 мың адамдар сізге ыңғайлы қылып шығарып беретін болады. Способ оплаты деген жерге, мысалы, сіз тек Каспий банк арқылы ғана қабылдаймын деп бассаңыз, сізге тек Каспий банк арқылы ғана жұмыс жасайтын адамдарды шығарып беретін болады. Енді мынандай сұрақ туындайды бұл жерде. Қарасаңыздар, мінекей сатып аламын деген жерге өттік қой. Сатып аламын деген жерде мына кісіден біздер 454-те 90 тиынға USDT сатып алып, оны сату бөліміне шығарып 453-те 0,5 тиынға сатсақ, маған қандай пайда? Мен қайта желініп жатырмын ғой, ұтылып жатырмын ғой. Яғни бұл жерде деген $1 көп желініп тұрмыз, достар, қараңыздаршы. Сонда бұл жерде қандай пайда қалып жатыр деген ой келеді. Негізінде, достар, бұл деген P2P-де сатып алушылар мен сатушылар екіге бөлінеді. Мейкер және тейкер деп бөлінеді. Тейкер дегеніміз олар біздер, яғни жаңадан бастаушылар, жаңадан осы Binance приложениесін пайдаланып, қолданып келе жатқан адамдарды тейкер деп аталады. Ал мейкер дегеніміз, олар міне бізге көрініп тұрған өздерінің объявление, яғни жарнамаларын шығарып отырған адамдар мейкерлер. Яғни олар өздерінің қалаған бағаларын қоя алады. Өздерінің қалаған банктері арқылы, мына банк арқылы ғана сауда жасаймын деп көрсете алады сіздерге. Оларды мейкер дейді. Ол мейкерлер осы Binance приложениесіне тіркелгеніне ұзақ уақыт болған, осы приложениені қолданып келатқанына ұзақ уақыт болған, осы Binance приложениесінің талаптарына сай адамдар мейкер бола алады. Енді біздер тейкерліктен мейкер статусына қалай өтеміз? Менің де осылай объявление шығарғым келеді. Осылай арзанға сатып алып, қымбатқа сатып, пайда көргім келеді, табыс тапқым келеді деген адамдар болса, Binance приложениесінің өзінің талаптарын орындауы тиіс.
Ол талаптардың ең біріншісі, осы Binance приложениесіне тіркелгеніне 30 күн болуы қажет. Ол ең біріншісі. Екіншісі, тейкер болып осы P2P арқылы 20 сделка жасау қажет. Яғни сатып алып, сатып 20 рет жасау қажет соны. Сонда сіздер Binance-тың сеніміне кіресіздер, сіздерге мейкер статусын береді. Тейкер болып сатып алып сатасыздар. Яғни өздеріңіздің ақшаларыңыздан сәл-пал желінесіздер, жаңағыдай ұтыласыздар. Соған келісесіздер, келісімдеріңізді бересіздер. Мейкер статусын алып алғанша әрине бұл. Мейкер статусын алып алғаннан кейін сіздер міне төменде объявление деген бөлім бар. Соған кіріп, өздеріңіздің жарнамаларыңызды шығаруға болады. Яғни мына жерде купить бөлімін таңдап, USDT таңдап, өзіңіздің қалаған бағаңызды қойып, мен тек жаңағыдай Халық банктен ғана қабылдаймын ақшаны, немесе Каспийден қабылдаймын деп барлық өздеріңіздің қалаған талаптарыңызды қойып, жарнамаларыңызды шығаруыңызға болады. Мінекей мына жерде маған жарнама шығаруға болмайды, өйткені мен мейкер статусын алған жоқпын. Яғни Binance-тың талаптарына сай емеспін. 20 сделка жасаған жоқпын. Бірақ менің Binance приложениесіне тіркелгеніме 1 жылдан көп уақыт болды. Осылай мейкер статусын алып алғаннан кейін өздеріңіз өз жарнамаларыңызды шығарсаңыздар, осы мына жерде шығып тұрасыздар. Осы адамдардың қатарларына қосыласыздар. Яғни мына жақтан сатып аламын деген нені шығарасыздар. Жарнамаларыңызды арзанына, неге 453-те 5 тиынға сатып аламын дейсіздерді, USDT-ді сатып алғаннан кейін мына жаққа сатамын деп шығарасыздар. Мейкерлер мінекей екеуінің орны сол кезде ауысып кетеді. Біз құсаған жаңадан бастап кеткен тейкерлер сіздерден сатып алатын болады. Сосын қандай не түсіндірсем болады сіздерге бұл жерде? Бұл жерде қанша суммамен бастауға болады, қанша уақыттың ішінде ақша тауып кете аламын. Бұл бір рет мысалы оборот жасағанда қанша пайыз түседі деп сұрақтар өте көп. Соларды түсіндіріп өтейін қысқаша. Сіздер мейкер статусын алғаннан кейін бұл жерге миллион ақша салсаңыздар, яғни миллион теңгені оборотқа салсаңыздар, 1% пенен 2%-тің аралығында, тіпті одан да төмен болуы мүмкін. Яғни 0,5, 0,8, 1%, 1,5%, 1,8% көрулеріңіз мүмкін бір оборотты. Ал 500 мың теңгені салсаңыздар, ол да солай. 1%. Бұл жерде негізінде мен айтқанымды түсінсеңіздер, өте көп ақша салу керек. Қанша көп саласыздар, сонша көп пайда болады. Ал жоқ, қол үйретуге десеңіздер, өздеріңіз қалаған суммамен бастай берулеріңізге болады. Инстаграмда бұл курсты оқытатын адамдар өте көп қарап отырсаңыздар. Олар миллиондаған ақша тауып жатқандарын жарнамалап салып жатыр. Бірақ олар басқа елдермен сауда-саттық жасайды. Яғни менің сіздерге қазір түсіндіріп отырған P2P арбитражым ол тек Қазақстанның ішінде ғана. Яғни бұны классикалық қарапайым түрі десек те болады. Ал олардың жасап жүргендері международный, яғни халықаралық басқа елдерменен связка жасайды, соларға алып сатады. Сонда олар 5%-ке дейін
6-7-8%-ке дейін бір оборот жасағанда пайда көріп отыр. Сондықтан да ақшаларын өте көп, мысалы миллионнан миллион пайда көре алады олар. Жоқ, 10 миллионнан миллион көре алады дегенім ғой. Бір оборот жасағанда да. Дәл сондай. Мен сіздерге барлығын айтқан сияқтымын. Сосын мына Центр кредит банк деп түрлі банктың аттары шығып тұр ғой. Бұл жерде тек Халық банкпенен Каспий банк арқылы емес, барлық банктермен жұмыс жасау қажет. Өйткені ақша бұл жерге бір банк арқылы ғана тез-тезден түсіп жатқанын білсе, банктер карточкаларыңызды блокировкаға қойып тастауы мүмкін. Сол басқа сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар, рахмет.